Неліктен адамдар тоңған кезде дірілдейді? Бұл туралы невролог мамандар не дейді? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Адам денесінің тоңу кезінде дірілдеуі табиғаттың қорғаныс механизмі болып табылады. Жалпы адам ағзасы күрделі және ақылды жүйе. Ол сыртқы ортаның әсеріне байланысты әртүрлі реакциялар береді. Сол реакциялардың бірі тоңу кезінде дірілдеу. Бұл құбылыс барлығымызға таныс болғанымен, оның себептері туралы білетіндер өте аз. Тоңудың физиологиялық негізі. Адамның негізгі дене температурасы 37 градусты құрайды. Алайда қоршаған орта температурасы төмендегенде, дене температурасы да төмендей бастайды. Мұндай жағдайда ағза өзін сақтау үшін әртүрлі механизмдерді іске қосады. Дірілдеудің басты себебі неде? Тоңу кезінде дене дірілдеу арқылы жылу өндіріледі. Бұл бұлшықеттердің тез әрі ритмді жиырылуының нәтижесінде пайда болады. Мұндай жиырылу метаболизмді арттырып, энергия бөлетіндіктен дене қызуынан айырылмауға көмектеседі. Дірілдеудің тағы қандай себептері бар? Эволюциялық механизм. Бұл механизм біздің ата-бабаларымыздан бері қалыптасқан. Олар суық климаттық жағдайларда тіршілік етіп, аман қалу үшін дәл осы реакцияны пайдаланды. Жылыту процесі. Дірілдеу арқылы энергия бөлінуі дененің ішкі бөліктеріне жылу таратуға көмектеседі. Бұл организмнің жалпы температурасының сақталуына ықпал етеді. Адамның тоңу кезінде дірілдеуі бұл ағзаның өзін салқындықтан қорғауға арналған табиғи физиологиялық реакциясы болып табылады. Ол жылуды сақтауға көмектеседі және адамды қауіпті суықтан қорғайды. Сондықтан дірілдеу тек құбылыс қана емес, ол сіздің денеңіздің сау қалуының бір механизмі екенін естен шығармаңыз. Деніңіз сау болу үшін мына кеңестерге құлақ түріңіз. Суық күндері өзіңізді жылы киініп, ыстық сусындар ішіп, физикалық белсенділікті арттырып, дене температурасын қалыпты деңгейде ұстауға тырысыңыз. Бұл әрекеттер дірілдеуді азайтып, сізге жайлылық сезімін береді. Сондай-ақ қол неге дірілдейді? Невролог мамандар бұл туралы не дейді? Таңертең қол дірілдеуін көпшілік мастықтың салдарымен байланыстырады. Алайда бұл проблема алкоголь ішпейтіндерде де пайда болуы мүмкін. Қолдың дірілдеуі қалыпты жағдай ма? Қолдың дірілдеуін тек қол емес, аяқ, дене, бас дірілдеуін медициналық ортада тремор терминімен атайды. Бұл бұлшықет топтарының жиырылуы нәтижесінде пайда болатын және іс жүзінде санамен басқарылмайтын, қайталанатын қозғалыстар. Яғни адамдар қолдарының дірілдегенін өздері байқамауы да мүмкін, бірақ айналасындағылар бірден көреді. Қолдың дірілдеуі барлық кезде бірдей ауыр патология емес, физиологиялық тремор деген нәрсе бар. Мысалы, қорыққанда, бұлшықеттер шамадан тыс жұмыс істегенде, немесе уланғанда қол дірілдейді. Бұлшықет реакциясын тудырған фактор жойылғаннан кейін діріл де кетеді. Мұндай тремордың негізгі белгілері ол тек қолдар немесе аяқтар аймағында пайда болады. Діріл өздігінен кетеді. Күнделікті тапсырмаларды орындай аласыз. Ал қандай жағдайда ол патология болып есептеледі? Дірілдеу, яғни тремор ең көп таралған қозғалыс ауруы. Бұл дененің ырғақты еріксіз қозғалысы. Треморлардың көпшілігін олардың тыныштықта немесе әрекет кезінде пайда болуына қарай бөлуге болады. Мұндай діріл мен физиологиялық дірілдің негізгі айырмашылығы себеп анықталғанға дейін симптом жойылмайды. Сонымен қатар мұндай тремор айқын болады және бұл әдеттегі өмірге және күнделікті әрекеттерді орындауға кедергі келтіреді. Бұл ауру емес, симптом. Тремор ауру емес, патологияның бір ғана көрінісі. Мысалы, қолдың дірілдеуі көптеген аурулармен бірге жүреді. Ол Паркинсон ауруы, эссенциалды тремор, қолдың немесе дененің басқа бөліктерінің тұқым қуалайтын дірілі, склероз, невроздар, жүйке жүйесінің дегенеративті және тұқым қуалайтын аурулары. Сондай-ақ қол мен дененің діріліне эндокриндік жүйенің аурулары, яғни
қалқанша безінің гормондарының деңгейінің жоғарылауы, қан глюкозасының төмендеуі және тағы да басқа, немесе бүйрек үсті безінің гипофиз-гипоталамус жүйесінің бұзылуы себеп болуы мүмкін. Бірақ көптеген адам ұзақ уақыт бойы қолы дірілдесе, ол маскүнем деген стереотипке сеніп қалған. Бұл әр кез олай емес. Десе де алкогольді көп және ұзақ ішкен адамдардың да шынымен қолдары дірілдейді. Таныстарыңыздың, туыстарыңыздың арасында мұндай дірілді байқаған боларсыз. Оның түпкі себебін тек дәрігерлер ғана анықтай алатынын естен шығармаңыз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.